Сәлем YouTube көрермені. Бүгін мен сіздерге InDriver'ден қалай жұмыс табуға болатындығы туралы көрсетемін. Ол функция 2022 жылы қосылды. Так, ол қатты қиын функция емес негізі. InDriver'ге кіреміз. Менде қазақша тұр, енді сіздерде орысша тұруы мүмкін, көп адамдарда. Дегенмен түсінікті болады деп ойлаймын. Так, міне кірдік. Осы жерде былай жылжытсақ, қызметтер, курьер қызметтер, бізге керегі маман. Бұл жерде мен тіркеліп тұрмын InDriver'ге. Сондықтан маған бірден осылай шығып көрініп тұр, осындай лента. Ал сіз бірінші қызметтерді қосу дегенді басасыз. Мұнда сізде ешқандай нәрсе таңдалып, ешқандай қызмет таңдалмай тұрады. Жөндеу және құрылыс. Мысалы, осылар сіздің қолыңыздан келсе, қайсысы сіздің қолыңыздан келеді, соған птичка басасыз. Мен мұнда барлығын таңдау дегенді басып қойғанмын. Одан кейін жүк тасу, қара жұмыс. Егер қолыңыздан келсе, жүк тасушы қайсысы қолыңыздан келеді, соны қоясыз. Құрылғыларды орнату және жөндеу қайсысы қолыңыздан келеді, птичка басасыз. Үй шаруашылығы және тазалау, компьютер және IT, ақпараттық технологиялар. Дәл осылай басып қоясыз. Содан кейін жоғары жағында жаңа сұратулар туралы маған хабарлау. Птичка қойып қоясыз. Сонда сізде міне осындай кім қандай нәрсе жасатқысы келеді, қандай қызмет түрін мына шығады. Мысалы, теледидарлар шықтыр, бағаны келісуге болады дейді. Ремонт жасау керек. Суретімен көрсетілген, адресі көрсетілген, тапсырыстың нөмірі және датасы. Сіз ұсыныс жасауыңызға болады, егер теледидар жасай алатын болсаңыз. Мысалы, тағы да так. Водитель с личным авто дейді. Водитель керек. Егер сізде мысалы адрес көрсетілген, сіз ұсыныс жасай аласыз. Ұсыныс жасағанда бағаңыз ұсынасыз. Мысалы, күніне 20 мың теңге, елінен болса сағатына және астына жазып қойсаңыз болады. Осындай мен сағатына бензинді төлесеңіз болды деген сияқты өзіңіздің ұсынысыңызды жазасыз. Ақпарат пайдалы болса лайк басып каналға жазылып кетіңіз. Рахмет.